Қайырлы күн, оқушылар. Құқық негіздері пәнінің келесі сұрағы. 1948 жылы 10 желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы қабылдаған құжат дейді. Бізде дұрыс жауабы адам құқықтары жөніндегі жалпыға ортақ декларациясы болып табылады. Оны сіздер осы 9 сыныптың 5 тарауынан таба аласыздар. Адам мен азамат құқықтары мен еркіндіктері деп аталатын. Осы жерде жазылған 1948 жылы 10 желтоқсанда, міне қарап тұрсыздар, иә, 10 желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясын қабылдады дейді. Яғни дәл осы сөйлем бізде ұбт-ға келген екен, біздің сайтта бар. Сол себепті осы параграфты толық оқып шығамыз. Бұл жерде жалпы осындай декларациялар, азамат деген термин қандай мағынаны білдіреді? Және де адам мен азамат құқықтары мен еркіндіктері қандай деген сұрақтарға осы параграфтан жауап таба аласыздар. Сол себепті осы параграфты толық оқып шығыңыздар.